Сәлеметсіздер ме? Мен Жақсы ауданы аналар кеңесінің төрайымы Нұржанова Әлия Арыстанқызымын. Бүгінгі қозғалып отырған, айтылып отырған негізгі тақырып бесіктің пайдасы және соған мен өз ойымды білдіргім келген. Негізі бесік бұл бұрыннан келе жатқан мүлік. Қазіргі уақытта өкінішке орай көп қолданылмайды, бірақ бесіктің балаға берер пайдасы өте көп. Бесікте жатқан бала тыныш болады, құрғақ болады және дені сау болып өседі, сабырлы, шыдамды болып өседі. Ал қазіргі уақытта жөргекті пайдаланғанмен оның балаға пайдасынан зияны көп. Сонымен қатар қазақта бесікті өте қадірлеген, қастерлеген, қазақ халқы үшін бесіктің өте маңызы үлкен. Жас үйленген жастарға отаулардың төріне бесік қойған, ырымдап осындай көп балалы болсын деген есебінде бесікті ешқашан біреуге саудаламаған, отқа тастамаған. Кейбір жағдайда қазіргі кезде жаға ұстатарлық жағдайлар болып жатқанын естіп жатамыз, отқа жаққан екен деген сияқты. Ондай нәрселер болмау керек. Біздің болашақ келешек ұрпағымыз таза, дені сау болып, сабырлы, төзімді болып өсу үшін бесіктің маңызы өте көп.